Қонақ күтсеңіз немесе үлкен отбасылар үшін бар жоғы 4 қана жұмыртқадан осындай берекелі үлкен жұмсақ бисквитті рулеттің қалай жасалу керек екенін көрсетемін. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Заварной кремді дайындап аламыз. Міндетті түрде ыдысымыз құп-құрғақ болуы керек. Қантымызды, ұнымызды, какаомызды салып, құрғақ ингредиенттерді жақсылап араластырып аламыз да сүтімізді құйып, оны да барлығын жақсылап араластырамыз, түйіршіктері қалмағанша. Барлық керек заттарды описанияға жазып қалдыратын боламын. Жақсылап араластырып болғаннан соң ғана оттың астын қосатын боламыз. Орташа отқа қойып қоямыз да тоқтамай араластырып отыратын боламыз. Егер де аз ғана тоқтап қалатын болсақ, табамызға креміміз жабысып, асты күйіп кетуі мүмкін. Осылай пісіп шыққаннан соң астын міндетті түрде өшіріп қоямыз. Сары майымызды салып, сары май ерігенше араластырамыз. Кремімізді басқа ыдысқа құйып аламыз да бетін пищевой пленкамен жауып, бөлме температурасында 2 сағат суытатын боламыз. Ендігі кезек коржигін дайындап аламыз. Біздің миксеріміз де барлық ыдыстарымыз құрғақ болуы керек, сонда массамыз көтеріледі. Егер кішкене су болатын болса, массамыз мүлдем көтерілмейді. Жұмыртқа мен қант өзінен 2 есе көбейгеннен соң құрғақ ингредиенттерімізді жартылай бөліп отырып салатын боламыз. Біркелкі араластырасыздар, астынан үстіне қарай. Егер де қалай болса солай араластырып тастасаңыздар, бисквитіміз отырып қалады. Ұнымызды 3-4-ке бөліп алып, аз-аздан салып араластырамыз. Қоймалжың масса пайда болады. Міндетті түрде пергаментті төсейміз. Пергамент болмаса, листімізді майлап алуымыз керек болады. Жұп-жұқа етіп жайып, 180 градуста 10-15 минут бойы қызарғанша пісіріп аламыз. Ыстық кезінде рулетті орап қойып қоямыз. Міндетті түрде ыстық кезінде орау керек, әйтпесе сынып-сынып қатып қалуы мүмкін. Енді рулетіміздің ішіне кремімізді саламыз, жағып шығамыз, және өзіңіз қалауыңыз бойынша жемістерден салсаңыз болады. Мен клубниканың вареньясын ішіне салып қойдым. Ең оп-оңай, ең жұмсақ пирогтың рецептімен сіздермен бөлісіп жатырмын. Міндетті түрде сіздерде қонақ келгенде жасап көрсеңіздер, дастархандарыңыздың көркі болып тұрады. Өзім көп қонақ күтемін. Қонақ күткенде әрқашанда осы рулетті жасайтын боламын. Инстаграмды белгілеп кетемін. Күнделікті историяларыммен де бөлісіп отырамын. Каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Сырттан өзіңіздің қалауыңыз бойынша әрлейсіз. Мен қалған кремді және жаңғақты сеуіп қойдым. 3-4 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Асығыс болсаңыздар, немесе бір түнге қойып қойсаңыздар болады. Кремі өзіне сіңіп, сондай жұмсақ нәзік пирогымыз дайын. Менің каналыма тіркеліп кетіңіз.